Қол басы сүйектері оссаманус 3 бөлімнен тұрады. Білезік сүйектері карпиус, алақан сүйектері метакарпиус және саусақ сүйектері осса дигиторум манус. Білезік сүйектері ұсақ-ұсақ екі қатарлы орналасқан 8 сүйектен құралған. Егер проксималды жағын бас бармақ жағынан ала қарайтын болсақ, мынау бірінші ладья тәрізді немесе қайықтар сүйек оскафайдиум. Одан кейін жарты тәрізді сүйек ослунатум. Одан кейін үш құрлы сүйек острикветрум және бұршақ тәрізді сүйек пизифорум. Екінші қатардағы келесі ос трапезиум трапезия сүйек, ос трапезоидиум трапезия тәрізді сүйек, ос капитатум басты сүйек және ос хаматум ілмекті сүйек. Алақан сүйектері келесі. Бұл 5 сүйектен тұрады. Бас бармақтан санағанда 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші алақан сүйектері деп аталады. Бұлар моноэпифизді сүйек болып табылады. Олардың білезікке қараған бөлігін базис негізі дейді. Ал саусақ фалангілеріне қараған бөлігін басы капут дейді. Ортасында денесі. Келесі саусақ фалангілері осса дигиторум. Бұл 3 бунақтан тұрады. Фалангіден. Тек бас бармақта ғана 2 бунақ болады. Сондықтан фалангілері проксималды фаланга, фалангс проксималис, дисталды фаланга, фалангс дисталис және фалангс медиа, ортаңғы фаланга деп айтылады. Тек бас бармақта 2 фаланга ғана болады.